Сәлем достар, біз бүгін сіздермен бірге пельмени қатыруға жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, тұз бен бұрышын дәміне қарай саламыз, су және осының барлығын араластыратын боламыз. Содан кейін ұн, осылай араластыратын боламыз. Дайын болған қамырымызды салафанға салып қоямыз демалдыруға. Ал біз оған дейін қоспасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жуаны осылайша ұсақтап турап аламыз. Фарш керек болады. Бұрыш пен тұзын дәміне қарай салатын боламыз. Барлығын араластыратын боламыз. Және де қамырды кәдімгідей иелейміз. Енді иіліп болған қамырымызды алып, осылайша дөңгелектейтін боламыз. Дөңгелек қамырларымызға фаршымызды салып, осындай формасын келтіретін боламыз. Осылайша видеодағыдай жасаймыз. Сосын осының бәрін қатыруға, морозильникқа салып қоямыз.